Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен English Fun және де English Plus-тың workbook-ның 19-шы бетіндегі There is, there are, some, any, affirmative and negative деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден подписаться ет, тіркел, комментарийге рахмет деп жаз. Каналда 10 мың подписчик және 100 комментарий болғанда менің сендерге көрсетер сыйлығым бар. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады. Choose the correct words, яғни дұрысын таңда дейді. Бастадық. There are some good shops in Astana. Бұл жерде бар бірнеше жақсы дүкендер Астанада. There aren't any cars on this island. Бұл жерде ешқандай мәшинелер жоқ бұл аралда. There are some great museums in Алматы. Бұл жерде бар бірнеше керемет музейлер Алматыда. There are some hotels near the cinema. Бұл жерде бар бірнеше отельдер кинотеатрдың жанында. There are some big houses in my town. Бұл жерде бар бірнеше үйлер менің қаламда. Үлкен үйлер менің қаламда. There is a popular restaurant near here. Бұл жерде бар бір танымал ресторан осы жерге жақын. There isn't a school in your street. Сенің көшеңде ешқандай мектеп жоқ. There aren't any cafes at this airport. Бұл жерде ешқандай кафелер жоқ бұл аэропортта. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады. What is the problem? Complete the sentence with is, isn't, are, aren't. Яғни some, any. Сөздерді толықтыруымыз қажет. Бастадық. Бірде there aren't any big dogs. Бұл жерде ешқандай үлкен иттер жоқ. Екіден there are some cars. Бұл жерде бар бірнеше мәшинелер. There is a noisy cat. Бұл жерде бар бір шулы ит. There is a teacher. Бұл жерде бір мұғалім бар. There are some terrible singers. Бұл жерде бар бірнеше сұмдық әншілер. Ары қарай кеттік үшінші тапсырмаға. Үшінші тапсырмада сендерге айтады, мына екі суретті салыстырып жазуымыз қажет. Осы there is, aren't қолданып бастадық. Picture B. Мына picture B-да қараймыз. There aren't any cars. Бұл жерде ешқандай мәшинелер жоқ. There isn't a cinema. Бұл жерде ешқандай кинотеатр жоқ. Бір кинотеатр жоқ. There are some trees. Бұл жерде бар бірнеше ағаштар. There is a park. Бұл жерде бар бір парк. And there aren't any big tall buildings. Бұл жерде жоқ ешқандай үлкен ғимараттар дейді. Балалар, жалпы сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер. Комментарийге рахмет деп жазыңдар. Себебі сендерден маған қолдау қажет. Мына жақта енді жаңа видеолар өте көп болайын деп тұр. Сондықтан каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жаз. Каналда 10 мың подписчик болған кезде мен өзімнің кім екенімді айтамын. Goodbye.